Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін кәуап дайындаймыз. Дәмі сочный, өте дәмді, керемет болып шығады. Ал ендеше жасап көрейік. Алдымен көкөністеріміздің барлығын ұсақтап, турап аламыз. Бұл жерде пияз, қызанақ және де лимон, сосын тұз бұрышымызды, приправымызды барлығын дайындап аламыз. Осылай етімізді төрт бұрыштап турап, тұздап, бұрыштап, бір бөлігін осылай приправа для шашлыка деген болады. Соны салып аламыз. Жаңағы туралған көкөністерімізді осылай үстіне кезек-кезегімен саламыз. Пиязымызды салып шығамыз. Сосын лимонымызды саламыз. Осылай қолымызбен сығып, шырынын осылай қолымызбен сығып салып қоямыз. Сосын осының үстіне күштен өткізілген сарымсағымызды саламыз, қызанағымызды саламыз. Сосын тағы да екінші етімізді, туралған етімізді тағы да осының бетіне орналастырып, дәл осылай етіп маринадтап шығамыз. Лавр жапырағын саламыз ең соңында. Осылай сосын етіміздің келесі бөлігін салып, жаңағы маринадтағы процесті тағы да қайталаймыз. Яғни тұз бұрышын, осылай пиязын, қызанағын, лимонын, сарымсағын барлығын саламыз. Сосын ашқылтымдау кішкентай банкідегі аджика деген болады. Осыдан 3 қасықтай салдық. Сосын 72% уксусты сумен араластырып, 2 ас қасық уксус құйдық. Сосын 300 мл-дей су құйып, осылай қолымызбен араластырып, езіп, араластырып алдық. Осылай шашлығымызды қолымызбен мыжып араластырып аламыз. Байқасаңыздар, біз маринадқа майонез салған жоқпыз. Яғни жаңағы өзінің салған приправасымен үстіне су құйып жіберіп, осылай әлсін-әлсін араластырып отырып, отымызды жағып, шампурларға түйреп, бір күннен кейін пісіріп алдық. Біз яғни бір күн сақтадық. Бұны 2-3 сағаттан кейін де пісіре беруге болады. Осылай отымызды жағып, бетіне суын сеуіп тұрып, айналдыра отырып пісіріп алдық. Тез піседі, бұл қыстың еті болғасын. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір жазғы уақыт, шашлықтың сезоны. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.